Самооценканы түсірмейміз, қыздар. Вы умные, вы красивые, вы все можете. Сендердің 40 қолдарың бар. Любой жұмысқа алып кетеді, қыздар. Любой қызды любой жұмысқа қойшы, любой жерде алып кетеді. Өмірі үйінде еркелеп, дым істемеген, прямо еркетотай болып өскен қыздар ауылға күйеуге тисе, тезекке нан жауып кетеді ғой. Білесіңдер ма? Сиыр сауып, тезекпен нан жауып сөйтіп кетеді. Неге? Потому что қыздың қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Любой нәрсені үйренеді. Ал бізде жаңағы менің эфирлерімді көретін келіншектер күйеулеріне, әй кішкене, қараш маған кішкене көмектесші. Ана етті турап қуыра берші, мен яқта баланы емізіп алайын деген кезде ше, қалай турайды? Мына пышақ өтпей жатыр ғой. Мынаны ой, асты жанып кетіп, мына дұрыс па, осынша май құям ба деп былжырап жүреді. Дым келмейді қолдарына. Сол 8 сағат жұмысқа барып айлық алып келгенде мәз. Кстати, мысалы, нешеме ғасырлар бойы әйелдің миы жоқ, әйел білім аламайды, әйел есінен шығып кетеді деген сияқты стереотиптердің кесірінен қаншама әйелдерге жаңағыдай оқуға мүмкіндік берген жоқ қой. Бірақ та әлемдегі IQ ең жоғары адам ол әйел. Оның білімінен әлі бірде-бір әлемдегі еркектің білімі асқан жоқ. Так что, девчонки, вы можете, вы молодцы.